Саламатсыздар ма? Міне 21 сәуірден бері біздің үйде интернет жоқ. Себебі қосылмай жатыр. Кешеде 3-4 рет хабарласқанда мені күтіңіз деп мені келген жоқ. Бүгін де маған жауап жазып жіберіпті. Сағат 11:50-де қалпына келтірілуі тиіс деп. Қазір сағат 12-ден 5 кетті. Ешқандай интернет қосылған жоқ. Өте кешіріңіздер, қатты айтсам, Қазақтелеком басшылары өте жауапсыз қарайды екенсіздер жұмыстарыңызға. Тұтынушыларға қызмет көрсетулеріңіз міне қазір қандай деңгейде екендеріңізді көрсеттіңіздер. Кейін ақшасында толық төлетесіздер де, ол мен білемін ғой, баяғыда да өйстіп өшіп, жанып жүретін, сол төлем сол бұрынғыдай болып келеді. Әйтпесе сіздердікін уақытылы төлеп жүрміз. Ешқандай қарызымыз жоқ. Бірақ қызметтеріңіз осы болып тұр. Неге сіздерде кезекші жоқ? Неге тұтынушылармен байланыс жоқ? Тек өзіміз жазған кезде, өзіміз қоңырау соққан кезде ғана сіздер кешірім сұрап, осындай ақау болып жатыр дейсіздер. Неге алдын ала хабар бермейсіздер? Неге тұтынушылармен тіке байланысты жұмыс жүргізбейсіздер? Қазақтелеком басшылары үлкен алпауыт мекемесіздер ғой. Бізде Кентау қаласында бір шетте тұрмаймыз, қаланың орталығында тұрамыз. Мынау енді ұят тірлік болды енді. Қазақтелеком басшылары кейін бір түсінік бересіздер деп мен үміттенемін сіздерден.